Баршаңызға сәлем. Кезекті ғылыми жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Саусақтар суда неге қыржымдалады атты жобамызбен таныстыратын боламыз. Зерттеудің өзектілігі. Тері адамның киімі деген жиі естиміз. Саусақтарыңызды суға батырып, біршама уақыт ұстасақ, саусақтарының бастары қыржымдалады. Бұл қызықты сәт, өйткені бұл терінің қалған бөлігінде болмайды. Бұл мені қатты қызықтырды. Менің зерттеуім теріміздің не екенін, онда қандай процестер жүретінін түсінуге көмектеседі. Тәжірибелер жүргізе отырып, теріде болатын таңғажайып өзгерістерге көз жеткіземіз және мұндай терінің реакциясына қандай тітіркендіргіштер әсер ететінін анықтаймыз. Зерттеудің мақсаты адамның саусақтары, алақаны мен табандарының қыржымдалу себептерін анықтау. Тері құрылымы: мүйізді қабат, эпидермис, дерма, терасылық май қабаты. Сонымен терінің сыртқы қабаты қабыршақтар деп аталатын тегіс өлі кератин жасушаларынан тұрады. Қабыршақтар алты бұрышты пішінді, шеттері бір-біріне кірісіп тұрады. Бездер арқылы бөлінетін қабыршақтар қабаты мен тері майлары адам денесінің терісінен іс жүзінде су өткізбейді. Саусақ терісінің құрылымы: қол мен аяқ саусақтары, алақан мен табанның терісі бұл қасиетке ие емес. Дененің осы бөліктерінде ол дененің басқа бөліктеріне қарағанда көп қабаттардан тұрады, бірақ онда бездер жоқ, сондықтан май да жоқ. Бұл тері қалың болғандықтан және ылғал өткізетіндіктен адам ұзақ уақыт суда болған кезде ол ылғалданады. Суда ұзақ уақыт болғаннан кейінгі қол мен аяқ саусақтарының табанының қыржымдалуы. Бірінші тәжірибе мақсаты: дененің әртүрлі бөліктеріндегі теріміздің суда әртүрлі сіңіретінін тексереміз. Біз қолдың ортаңғы саусағын сумен суладық. 1 минуттан кейін саусақ мүлдем құрғақ болды, су тез сіңіп кетті. Екінші, біз қолдың сыртқы жағына бір тамшы су тамыздық. 1 минуттан кейін тамшы бұрынғыдай тұра берді. Қорытынды: суды саусақтардың ұштарында және алақанның сыртқы жағында сіңіру қабілеті әртүрлі екенін көрдік. Сонымен саусақтың ұшында су минутына қарағанда тез сіңіп кетті, ал алақанның артқы жағында 1 минуттан кейін бір тамшы су қалды. Екінші тәжірибе: губканы сумен жақсылап сулап және мүмкіндігінше қатты қысамыз. Жолақтың жартысы екіншісіне қарағанда 2 есе қалың болатындай етіп, губканың бір бөлігін кесіп аламыз. Губка жақсы құрғағанша күтеміз. Құрғақ губкаға саусақпен ол жіңішкергенше қысамыз. Губканың жұқа қабатының бетін вазелинмен ақырын жағамыз. Сұқ саусақты 1 стакан суға батырып алып, одан кейін оны вазелинмен жағылған губканың үстіне ұстап тұрамыз. Губкаға бірнеше тамшы су тамғанын бақылаймыз. Тамшылар губканың бетінде шарлар түрінде тұра қалады. Сұқ саусақты қайтадан 1 стакан суға батырып алып, содан кейін оны вазелин жағылмаған тұсына ұстаймыз. Губка су түскен жерде ісінгенін көрдік. Енді біз қолдың және аяқтың ұштарындағы терінің дененің басқа бөліктеріндегі теріден өзгеше екенін білеміз. Ол қалыңырақ және губканың қалың қабаты сияқты суды өткізеді. Өйткені ол су өткізбейтін қабатпен қорғалмаған. Сондықтан егер сен суда ұзақ уақыт болсаң, қол мен аяқтың терісі суды сіңіреді. Қорытынды: бірақ тәжірибе көрсеткенде қыржымдар пайда болған жоқ, тек ісіну пайда болды. Біздің болжамымыз жалған болып шықты. Мәселені толығырақ зерттеу қажет. Қарама-қайшылық: саусақтар мен аяқтар суда қыржымдалмайды, егер олардың жүйке жүйесі зақымдалған болса. Қорытынды: бұл қарама-қайшылық менің болжамым жалған екенін көрсетеді. Жаңа болжам: қыржымдалу бұл жүйке жүйесінің реакциясы. Мұнда қандай да бір эволюциялық мән бар болар. Жоғарыда айтылған болжамның сәтсіздігі: бұл саусақтарының қыржымдалуы адамның жүйке жүйесіне байланысты екенін ескермейді. Сонымен біз рефлекспен айналысамыз. Мұны тағы бір теориямен түсіндіруге болады. Бұл қыржымдалу теріні сумен қанықтырудың нәтижесі емес, керісінше орталық жүйке жүйесінің реакциясы. Мұны өз сұхбатында Колумбия университетінің биомеханик инженері, философия докторы Ксейтчан айтқан. Шын мәнінде саусақтар ыстық немесе суық суға батырылған кезде жүйке жүйесінің қан тамырларының қысылуына және тері астындағы тіндердің жиырылуына әкелетін сигналдар береді. Бұл өз кезегінде терінің сыртқы қабатын қыртыстарға жинайды, нәтижесінде тері қыржымдалады. Мұндай гипотезаны 2011 жылы американдық нейробиолог Марк Чангизи ұсынған. Ол бұл қыржымдар су жағдайында бетке жақсы жанасу үшін пайда болады деп ұсынды. Оның пікірінше, саусақтардың қыржымдалуы бізге ғасырлар бойы осы ерекшелікті ДНК-ға жазған ата-бабаларымыздан келді. Біздің ата-бабаларымызға бұл ылғал нәрсеге жақсы жанасу үшін терідегі барлық суды алып тастау керек болды. Осы жерде каналдар түріндегі қыржымдар өте пайдалы болды.
жаңбыр жағдайында асфальтпен жақсы байланыста болу үшін жасалған шиналардың протекторына ұқсас. Чангизи мырза және оның әріптестері әртүрлі адамдарға тиесілі 28 дымқыл мыжылған саусақтардың үлкен фотосуреттерін талдап, қатпарлардың орналасуы барлық жерде және әрқашан бірдей деген қорытындыға келді. Каналдар жеке-дара таралып, өзара бір-бірімен қиылыспайды. 2002 жылы оңтүстік Африкадан келген Тим Йорро 240 сағатты Йоханнесбург сауда орталығындағы шағын су қоймасында болды. Бұл сіз ойлағаннан әлдеқайда қиын жағдай. Тыныс алу мәселесінен бөлек, адам тамақтану, ұйықтау және дәретханаға бару керек. Сонымен қатар Йорро барлық 10 күнді сауда орталығына келушілер арасында өткізді. Ол тыныс алу үшін түтікті, ал қалдықтың суға түсуіне жол бермеу үшін катетерді қолданды. Тим Йорроның 10 күннен кейінгі қол саусақтары. Йорро ақыры судан шыққан кезде оның қолдары шынымен қорқынышты көрінді. Дегенмен ол саусақтарын қорғаныш қолғаппен қымтаған болатын, бірақ саусақтарына терең қыржымдар түскен екен. Үшінші тәжірибе тұзды және тұщы суды қолдың қыржымдалуы. Қолдарды кем дегенде 5 минут суда салып отырған кезде қыржымдалу процесі басталады. Қорытынды: ылғалданғаннан кейінгі алғашқы 5 минут ішінде қыржымдар пайда бола қоймайды, сондықтан сумен кездейсоқ байланыс ізсіз өтеді. Сонымен қатар мен тұщы судан теңізге қарағанда әжімдер тез пайда болатынын білдім. Бұл жаңбырлы ауа райында ағаштарға өрмелеу керек болған кезде алғашқы адамдарда әжім механизмі пайда болған жағдайлардың жаңғырығы. Төртінші тәжірибе: құрғақ қолдар мен қыржымдалған қолдардағы тері мен дымқыл беттің жанасу процесін зерттеу. Бұл тәжірибенің мақсаты қолдың қыржымдалған саусақтарымен дымқыл бетке жабысу механизмі дымқыл бетке құрғақ қолдарға қарағанда жақсы жұмыс істейтінін түсіну. Тәжірибеге арналған жабдық: спорттық канат, су, шелек, сағат. Өткізу техникасы: спорт залында арқанды суға салып аламыз, оны іліп қоямыз, құрғақ қолдарыңызбен арқанға көтерілуге қанша уақыт кететінін анықтаймыз. Содан кейін сумен байланысқаннан кейін қыржымдалған қолдармен арқанмен көтеруге қанша уақыт кететінін анықтаймыз, нәтижесін бағалаймыз. Қорытынды: нейробиолог Марк Чингизи приматтарға терінің қыржымдалу механизмі ылғал жағдайда саусақтар мен аяқтардан су болғанда дымқыл ағаш бұтақтарымен сенімді ұстауға мүмкіндік береді деп сендіреді. Саусақтардың ұшын дымқыл бетке басу сұйықтықты оның астынан каналдар арқылы шығарады. Содан кейін бүкіл саусақ оның бетімен байланыс алады. Бесінші тәжірибе: қыржымдалу шынымен су ортасындағы объектілермен байланысын жақсарта ма? Тәжірибенің сипаттамасы: су бассейнінен кішкене заттарды алып шығу керек. Біздің жағдайда бұл шыны шарлар. Допты дымқыл қолыңызбен судан алу, қыстырғыштар арқылы екінші қолға беру, допты тағы бір кішкене қыстырғышқа бекіту. Қорытынды: алдымен біз барлық осы әрекеттерді қыржымсыз саусақтармен жасадық. Нәтижесінде тәжірибе 11 минутқа созылды және 21 рет доп қолымнан шығып кетті. Саусақтарда қыржымдар пайда болғаннан кейін сол тәжірибені қайта орындадым. Бұл кезде мәселені 7 минут ішінде шешіп, тек 4 допты қолдан шығарып алдым. Қорытынды: зерттеу жұмысы барысында жасалған біздің жаңа болжамымыз дұрыс болып шықты. Суда саусақтардың қыржымдалуы бұл жүйке жүйесінің реакциясы, генетикалық тұрғыдан құрылған және адамдар үшін әлі де маңызды. Белгілі болғандай, біздің денемізде ғарыштан кем емес жұмбақтар бар. Бұл табиғаттың кемшілігі емес, саусақтардың қыржымдалуы бұл биологияны жетілдірудің тағы бір өсиеті, деп жазды Марк Чингизи. Қорытынды: қол мен аяқтың терісі ұзақ уақыт суда болса, суды сіңіреді. Арнайы әдебиеттерді оқып, тәжірибелер мен бақылаулар жүргізу кезінде мен қол мен аяқтың саусақтарының қыржымдалуы жүйке жүйесінің жұмысы, генетикалық процесс екенін білдім. Жаңа болжамның дұрыстығында саусақтардың суда қыржымдалуы бұл біздің жүйке жүйесінің генетикалық жолмен берілген реакциясы екен. Ұсыныс: адам денесінің біз білмейтін сырлары туралы арнайы курстар жүргізілсе, ол туралы кітаптар жарық көрсе. Осымен жобамыздың соңына таядық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен дененің ол аяқ саусақтарының қыржымдалуы ол біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан қанымызға сіңген заңдылық екен. Ол ылғалды уақытта тез қажетті жерге жанасып, қажетті жерімізге жете алу үшін, ағашқа өрмелеу кезінде ағашқа оңай өрмелеу үшін қажет болған жағдай екен. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны белгілей кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.